Армысыздар құрметті талапкерлер. Сіздерге көркем еңбек, графика және жобалау мамандығы бойынша шығармашылық емтихан тапсырудың видео көрсетілімі ұсынылады. Бірінші емтихан сурет пәні бойынша. Бейнелеу объектісі Венера, Аполлон, қималы бас. Бастың антикалық гипсті маскасы болып табылады. Емтихан уақыты 4 сағат. Жұмыс сызықтық сурет және штрихтар жарық пен көлеңке беру арқылы А3 форматында орындалады. Орындалған сурет келесі критерий бойынша бағаланады. Бейнелерді қағаз бетіне дұрыс орналастырып, заттардың орнын табу 15 балл. Бейнелердің құрылысын анықтау, гипстік масканың негізгі бөлшемдерін табу 12 балл. Жарық пен көлеңке, штрихтау, жарық пен көлеңкенің ара қатынасын табу 8 балл. Жұмысты аяқтау, ұсақ бөлшектермен жұмыс, рефлекс, жылт, тағы басқа белгілерді анықтау 5 балл. Жалпы балдың жиынтығы 40. Осы аталған суреттің негізгі қағидалары орындалмаса, бейнелерді қағазға орналастырып, заттардың орындарын табуда өрескел қателер жіберілген жұмыстарға төмен балдар қойылады. Екінші емтихан кескіндеме пәні бойынша. Кескіндеме емтиханда қойылым күрделі заттардан құралған натюрморт болып табылады. Емтихан уақыты 4 сағат. Жұмыс сызықтық сурет және бояулармен түстік шешімдермен жарық пен көлеңке беру арқылы А3 форматында орындалады. Орындалған сурет келесі критерийлер бойынша бағаланады. Бірінші, бейнелерді қағаз бетіне дұрыс орналастырып, заттардың орнын табу 15 балл. Екінші, бейнелердің формасын анықтау, заттардың негізгі өлшемдерін табу 12 балл. Үшінші, жарық пен көлеңке, бояулар мен түстік шешім арқылы жарық пен көлеңкенің ара қатынасын табу 8 балл. Төртінші, жұмысты аяқтау, ұсақ бөлшектермен жұмыс, рефлекс, жылтыр, тағы басқа белгілерді анықтау 5 балл. Жалпы балдың жиынтығы 40. Осы аталған суреттің негізгі қағидалары орындалмаса, бейнелерді қағазға орналастырып, заттардың орындарын табуда, түстік шешімдерді табуда өрескел қателер жіберілген жұмыстарға төмен балдар қойылады. Назарларыңызға рахмет.